Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалыктары видеоны бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like basıp, kommentariy жазууду unutmangizlar. Eng soңғы жаңалыктар тек qana bizde bo'ladi. Reklamasiz eng soңғы жаңалыктар тек qana bizde bo'ladi. 3 knockdown men knockout Ахмедовтың айқасын төршеге тоқтатуға тура келді. Астанадағы бокс кешінің басты айқасында қазақстандық Али Ахмедов пен польшалық Марсель Сулейский арасындағы кездесу өтті деп хабарлайды. Нокдаундарға толы тартыс айқас. Жекпе-жек басынан ақ Ахмедов қиындыққа тап болды. Ол бірінші раундта өзіні 2 рет нокдаунға түсті. Екінші раундта Али ес жинап барын салды, бірақ Сулейскийде жақсы жұдырықтасты. 5-ші раундта Ахмедов тағы есеңгіреп қалды. Ал соңғы 10-ші раундта қазақстандық 4-ші рет құлағанда торшы жекпе-жекті тоқтатты. Бұл Ахмедовтың 2-ші рет жеңілуі. Осылай техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Сулейский 2-ші орта салмақтағы WBS Silver титулын алып кетті. Бұл Сулейскийдің 33-ші жеңісі. Польшалық карьерасындағы 3 рет жеңілген. Ахмедов болса карьерасында 2-ші рет жеңіліп отыр. Сонымен қоса, ол кәсіпқой рингде 23 жеңіске жетті. Карьерасын аяқтағанын хабарламада. Промоутер Головкиннің рингке оралуыны құптап отыр. Турар Қазанғапов ұзақ жылдары әлемнің бұрынғы чемпионы Геннадий Головкиннің ісін жүргізген промоутер Том Лефлер қазақстандық боксшының рингке оралуына қатысты сұраққа жауап берді. Геннадий Головкин бойынша ешқандай шұғылы жаңалық жоқ. Қазір Геннадий әуесқой бокста жұмыс істеп жатыр. Қазақстанның ұлттық құрамасы мен Олимпиадалық комитет осы бағытта келді. Геннадий Головкин кәсіпқой карьерасын аяқтағанын хабарламады, бірақ рингке ораламын деп те айтпады. Кейінгі жылдары бақ білмейтін қандайды бір жоспарлар болды ма? Жоқ, болғаны жоқ. Канело мен 3-ші жекпе-жек соңғы айқас болған. Содан бері ештеңе таңғылғаны жоқ, деді Лефлер журналист Майкл Вудспен сұхбат кезінде. Алайда промоутер 42 жасқа келген Геннадий Головкиннің рингке ораламан деген шешімі қабылдаса да әбден күтпайтынын айтты. Канело әлемдегі ең мықты боксшымен айқасады. Видеода кадр есеппен шолушысы Майк Копиджер, мексикалық бокс жұлдызы Саул Канело Альварес және америкалық Теренс Кроуфорд арасында өтетін жекпе-жекке қатысты мән жайды айтты. Копиджердің мәліметінше әзірге келісімшартқа қол қойылғаны жоқ, бірақ боксшылар 16 қыркүйек Мексиканың тәуелсіздік күні айқасуға келісіпті. Жекпе-жек 2-ші орта салмақта өтеді екен, және келісімшарт регистрация туралы тармақ болмайды. Басқаша айтқанда, боксшылар салмақ өлшеу рәсімін кен қанша қосып алса, сол салмақпен рингке шыға береді. Тайсон атақты емес, бірақ әлемдегі ең мықты боксшының атады. Қарсыластар қазіргі таңда өз салмағының чемпиондары. Канело кейінгі рет 2024 жылдың 14 қыркүйегінде жұдырықтасып, пуэрториялық Эдгар Берланды нокаутқа түсірді де 2-ші орта дивизионда WBS, WBI Super, WBO және The Ring титулдары қорғап қалды. Кроуфорд былтыр тамызда өзбекстандық Исраил Мадримовты төршілердің шешімімен жеңіп, оның бірінші орта салмақтағы WBI титулын тартып алды. Карьерасында жеңіліп көрмеген Теренс The Ring тұжырымы бойынша салмағының қарымтасы әлемдегі ең мықты боксшы есептелді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы видео шығады. Сіздерден тек қана бір қолдау, бір лайк. Баршаға рахмет.